құрта береміз. Оның орнына ақша тең ләззат алу инструменті емес дейді. Ақша тең не? Бұл байлықтың кілті және ақыреттегі жетістік деп қой дейді. Мұсылман үшін бұл тем более маңызды. Сіз ойлауыңыз мүмкін, сонда ақшаны жәннатқа сатып алуға болады, жәннатты ақшаға сатып алуға бола ма деп. Садақа, зекет адамның салиқалы амалы болып жәннатқа кіруіне себепкер болатын болса, неге олай емес? Ойланып көріңіз. Ақшамен кіріп кету деген сияқты понятие прямой айтып жатқан жоқпыз біз. Бірақ ақшаны дұрыс бағыттай алу, зекет, садақа, дүние мүлкіңді беру, бұл негізі ақыретте сенің жәннатқа кіруіңе себепкер болатын амал ғой, Алланың қалауымен, дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан да ақша бұл ең бірінші осы дүниеде бұл байлыққа жеткізетін инструмент. Қараңыз, менің арман, мақсат, қалауымды орындайтын дегеннен бұрын байлыққа жеткізетін инструмент. То есть ақша ең бірінші мен үшін не? Ол жұмысшы. Ол оборачиваемый средства мен үшін ең бірінші осындай болу керек. Түскен ақша, қазір долларға айырбастауға болады, евроға айырбастауға, алтын слитқа айырбастауға болады, ана жаққа оборотқа салуға болады, мынандай количество товар алуға. Мен үшін осы ең бірінші. Неге? Өйткені мен түсінемін. Просто келген ақша бірден ләззат алу емес. Ол өзі сияқтыларды параждать етіп жұмыс істеп келген кезде соған мен өмір сүре аламын, соған мен ләззат алатын инструмент ала аламын. А пока басында келген кезде это байлықтың әлі инструменті. А потом ол еще жұмыс жасайды, окей, хайыр, жұмыс жасады, дивиденд алып келіп жатыр ғой. Оның өзінде бірден жаңағындай өзімді ойламауым керек мен. Ләззат аламын, бүйтем, сөйтем. Қажеттіліктерді базовый деңгейде өте, қалауларыңды алма емес, Аллах тағала запрещать етпейді ондай нәрсені, жақсысын, сапалысын ал, керегін, қалаған нәрсенің. Но в то же время ақыретті ұмытпайсың да, сен өзгелерге де жәрдемдесе бастайсың. Өйткені байлықтың исламда түсу себептерінің біреусі ең үлкен неде білесіз бе? Аллах тағала белгілі бір адамдарға ақшаны көбірек береді. Өйткені оның айналасында мұқтаждар бар дейді, отбасыларынан бастап. Әйел бала шағасымен отбасылары, айналасындағылар, көршілеріне дейін жұмысында оның мұқтаж адамдар бар. Ол жақта солардың хаққысы бар. Біреу адамға көбірек беріледі ар жаққа тарату үшін. Яғни байлықтың түсу себебі дейді, сол үшін ғалымдар айтады, ол пақырлар дейді. Және мұқтаждар дейді. Ақша түскен кезде сізге көп беріліп жатыр, жаңа 570 ал, міне, айфонның жаңа версиясын сатып ал деп үшін емес дейді. Ақша түскен кезде беріледі, өзіңнің қажеттілігіңді орында, адалынан қалауларыңды ал, запрещать етпейді ешкім. Бірақ ақыреттегі үлесіңді ұмытпай, сен өзгелердің де хаққысы бар дүниеңде. Сол үшін зекетіңді бер, садақаңды бер, көршіңе хаққысын бер дейді. Өзгелерге жәрдемдес дейді. Ақша бұл ең бірінші осындай инструмент. Біз осы жақта өзгеріс жасауымыз керек та. Окей?